Спорттық іс-шара. Волейбол. Волейболдың шығу тарихы. Волейбол ойыны ең алғаш Американың Массачусетс штатының Холиоке қаласында дүниеге келген. Американың дене тәрбиесі мұғалімі Уильям Морган керулі тұрған балық аулайтын тордан үрленген резеңке камераны келесі жағына лақтырып, шәкірттеріне береді. Шәкірттері камераны қайта кері лақтырып, жерге түсірмей ойнай бастайды. Осы ойын оларды қызықтыра түседі. Осылайша волейбол ойыны пайда болады. Оның тұсауын кескен Спрингфилд колледжінің профессоры Альфред Холстед. Ол жаңа ойынды волейбол деп атады. Бұл ағылшын тілінен аударғанда ұшқан доп деген мағынаны білдіреді. Шынымен де, бұл допты жерге түсірмей ойнайтын спорттың ерекше жалғыз түрі. Волейбол ойын ережесі. Бұл ойынның негізгі қағидалары келесідей. Ең алдымен алаңның ауқымы белгіленуі тиіс. Алаң аумағы 25-25 фут құру қажет. Ойындағы себет көлемі 2-27 фут болуы керек. Биіктігі 6,15 фут. Доптың да материалы маңызды болып саналады. Сондықтан резеңкеден жасалған доп қолданылады. Оның салмағы 340 граммды құрайды. Волейбол алаңы. Алдыңғы аймақ, артқы аймақ. Допты ойынға қосу аймағы, бос аймақ. Допты ойынға қосу әдістері. Допты екі қолмен төменнен беру техникасы. Допты беру қолдың көмегімен орындалу керек. Қолдар бірдей, түпкілікті жағдайда болуы тиіс. Бір иықтың кішкене көтерілуі доптың ұшу бағытын өзгертеді. Допты жоғарыдан екі қолмен беру техникасы. Допты беру барысында бастапқы жағдайға, содан соң қол мен аяқты бүгіп тұруға үлгеру қажет. Допты саусақтың ұшымен ұстау допқа дұрыс бағыт жасауға мүмкіндік береді. Қолдың доппен кездесуі беттен сәл алда болады. Допты алақанмен ұруға болмайды. Бұл ойын тәртібін бұзушылық және ойлаған нысанға жетпеуі мүмкін.